Криптовалюта дегеніміз не? Ең алғаш бұл сұрақты өзіме мен 2 жыл бұрын қойған кезде мен YouTube'тағы жүздеген орысша, ағылшынша, басқа тілдердегі видеоларды қарап, соның өзінде де мен толық түсіне алмадым. 4 ай, 5 ай жүріп қана түсінген болатынмын. Неге? Өйткені нақты қарапайым тілмен түсіндірген бірде-бір видео болған жоқ. Және ол жаңа технология болғандықтан көп адамдар оны қарапайым тілмен түсіндіре алмады. Бірақ мен 2 жыл тәжірибемнің арқасында қазіргі таңда биткоин, жалпы криптовалюта деген нәрсені толыққанды түсініп, сіздерге бүгінгі видеода өте қарапайым қылдырып түсіндіруге тырысамын. Жалпы криптовалюта дегеніміз не? Криптовалюта дегеніміз ол жаңа валюта, яғни цифрлық валютаның жаңа да бір өзгеше түрі десек те болады. Фиатты немесе басқа да ақшалардан криптовалютаның ерекшелігі, бұны біз қолға ұстай алмаймыз. Яғни цифрлық, яғни шифр арқылы, тек қана интернет арқылы жұмыс жасайтын орталықтандырылмаған валюта. Яғни орталықтандырылмаған дегеніміз ол орысша айтқан кезде децентрализованный. Енді орталықтандырылмаған деген сөздің мәні неде? Мысалға, фиатты ақшаны алатын болсақ, доллар, теңге, рубль, юань, евро айырмашылығы жоқ, олардың барлығы орталықтандырылған. Яғни оларды басқаратын банктар, мемлекет немесе жеке меншік орындар бар. Ал криптовалютаны ешкім басқармайды. Яғни ол орталықтандырылмаған. Қалай дейтін шығарсыздар? Бүгін қазір видеода соны айтамыз. Яғни оны ешкім басқармайды, халық өзімен өзі өзара жұмыс жасау арқылы қарапайым тілмен айтқан кезде халықтың ақшасы. Неге халықтың ақшасы? Өйткені бұл жерде ешқандай комиссия жоқ, бұл жерде ешқандай бюрократия жоқ, бұл жерде ешқандай уақытпен шектеу жоқ. Мысалы ретінде фиатты ақша долларды Америка Құрама Штаттарынан Қазақстанға жіберетін болсақ, қаншама уақыт күтеміз, банкқа барамыз, банкоматқа барамыз, комиссия төлейміз, күтеміз, Қазақстанға келгенін түскенін күтеміз, 1 апта, 2 апта. Яғни қиындықтар көп. Ал криптовалютаны 5 минуттың ішінде Америкадан Қазақстанға 5 минуттың ішінде жіберуге болады. Сонымен криптовалюта дегеніміз не? Және криптовалютаның шығу тарихы қандай? Жалпы криптовалюта дегеніміз айтып өткенімдей кодтар, яғни шифр, яғни математический информационный кодтар, жай ғана математический сандардан құрастырылған технология. Аңыз бойынша 2008-2010 жылдар аралығында Сатоши Накамото деген түрі белгісіз, жалпы бір адам дейді, біреулер адамдардың тобы дейді, немесе жағына псевдоним дейді. Сондай бір адам, жалпы енді тілмен айтқан аңыз бойынша, ойлап жасап шығарған болатын. Алғашқы криптовалютаны блокчейн технологиясы арқылы биткоинді жасап шыққан. Биткоин ең алғашқы криптовалюта. Биткоиннің саны шектеулі 21 миллион. Енді бізге блокчейн дегеніміздің не екендігін түсіну керек. Блокчейн дегеніміз жай ғана блоктардан құрастырылған цепочка, яғни тізбек. Ал блоктар дегеніміз не? Блоктар дегеніміз ол жай ғана компьютер, немесе нақтырақ айтатын болсақ, компьютердің видеокартасы, яғни компьютердің мощности, яғни жалпы компьютер, ол блоктар. Яғни жүздеген компьютерларды блоктар тізбек дейтін болса, және солар арқылы белгілі бір кодты жүргізіп өтетін болса, сол блокчейн, яғни интернет арқылы жұмыс жасайды деген отырғанымыз осы. Енді бұны мысалмен көрсеткен кезде түсініктірек болады. Менің қолымда мысалға 1 биткоин бар. Мен оны өзімнің досыма жіберем. Досыма жіберу үшін, яғни менде 1 биткоин ол код ретінде тұрады. Яғни ол бізге көрсетілмейді, және біздің кошелекте 1 биткоин деп жазылып тұрады. Ал оның артында мыңдаған кодтар бар. Сол код, яғни ол жерде жазылып тұр. Мынандай кошелекта, мынандай коды бар кошелекта 1 биткоин бар. Мен оны мына келесі бір досымның кошелегіне жіберген кезде мыңдаған блоктардан осындай информация өтеді. Мына кошелектан белгілі бір биткоин, мына кошелекқа 1 биткоин жіберілді деген. Ол информация бір блокқа барады, яғни бір компьютерға барады. Ол компьютер тұрады да тексереді. Шынымен өтті ме, өтпеді ме дейді. Өтетін болса, галочка болады. Сосын екінші блокқа береді. Ол тағы да тексереді. Өтетін болса, галочка болады. Үшінші блокқа барады. Үшінші блок галочка болады. Сол кезде 3 блоктан галочка өткен кезде менің 1 биткоиным менің досымның кошелегіндағы 1 биткоинға барады. Менде 0 қалады. Неге ешкімді алдай алмайды? Өйткені мыңдаған компьютер сіздің компьютеріңізді, яғни сіздің кошелегіңізді ол 1 биткоиннің жоқ екендігін көріп тұрады да, ар жақта бар екендігін айтады. Ал компьютерлер бір-бірін танымайды. Олар жай ғана олар да қарапайым біз сияқты әлемнің түкпір-түкпірінде орналасқан адамдар. Ал олардың пайдасы қандай? Әрбір транзакция үшін белгілі бір комиссия алынады. Өте кішкентай комиссия. Сол комиссияны жаңағы жүргізген операцияны жүргізген компьютерлер өздеріне табыс ретінде алады. Олар да майнерлар дейді. Бұрын жай ғана компьютердің мынандай видеокартасымен жасайтын болса, қазіргі таңда бұл өте үлкен бизнес, многомиллионный бизнес, миллиондар салып өте үлкен жаңағыдай майнинговый фермалар жасау арқылы
осы криптовалюта мен жұмыс жасау арқылы жай ғана пассивный табыс тауып отқан адамдар да бар. Әрине бұл индустрияға қазір енді бара алмаймыз, майнинг жасай алмаймыз, өйткені бұл жаққа қазір кіру үшін өте үлкен мықты мощности бар компьютерлар бізге керек. Бір кошелектен екінші кошелекқа бір биткоиннің қалай жүретіндігін біз түсіндік. Яғни код, яғни жай ғана кодтардың жиынтығы. Олар бір компьютерден екінші компьютерге кетеді. Яғни кодты ешкім өзгерте алмайды, өйткені технология сол жасалынған. Кодты ешкім өзгерте алмайды, код ешқайда жоқ болып кете алмайды. Әлемде бүкіл компьютерлар, бүкіл компьютердағы интернеттер бір сәтте өшіп қалған кезде ғана бұл цепочка тоқтайды. А бұл цепочка әлемде подвалда бір компьютер интернетке қосылып тұрса да, онда тоқтай алмайды. Яғни блокчейн технологиясы осыған сүйене отырып жасалынған. Енді бұның бағасы, яғни биткоиннің бағасы неге байланысты өзгереді? Сұраныс және ұсынысқа байланысты. Көп адам биткоинді сатып ала беретін болса, бағасы өседі. Көп адам биткоинді сататын болса, керісінше долларға, басқа криптовалютаға, сол кезде оның бағасы түсе бастайды. Биткоин 2007-2008 жылдары 0,1 доллар тұрған, яғни какой-то бір цент тұрған. 2017 жылы 17 мың, 18 мың долларға дейін көтерілген. Қазіргі таңдағы бағасы 10-12 мың доллардың аралығында. Яғни биткоиннің қаншалықты өсіп, және биткоин арқылы қанша миллиардтаған ақша тауып алған миллионерлер, миллиардерлер өте көп. Кішкентай инвестиция жасаудың арқасында. Бірақ әрине ол уақыт өтіп кетті. Қазіргі таңда биткоиннен бөлек басқа да криптовалюталар бар. Мыңға жуық Ripple, Ethereum, Litecoin деген сияқты. Ethereum 2017 жылы пайда болып, кішкентай 10 доллардан 400 долларға дейін көтерілді. Қазіргі таңдағы бағасы шамамен 400 доллардан плюс-минус ауысып отырады. Litecoin 5 доллардан басталып 45 долларға дейін көтерілген. XRP, яғни Ripple 0,5 доллардан 0,36 долларға дейін көтерілген. Қазіргі таңдағы бағасы 0,25 доллар. Енді видеоны қорытындылайтын болсақ, жалпы криптовалюта дегеніміз бұл электронды цифрлық валюта. Цифрлық валюта. Кейбіреулер цифровой актив дейді, яғни бұны инвестиционный инструмент ретінде қолданады. Біреулер төлем жасау үшін қолданады. Яғни бұл ақша валюта нарығындағы жаңа өзгерістерге алып келетін, жаңа өзгерістерге алып келіп жатқан система десек те болады. Ақшаның дамуын білесіздер, бұрын қалай дамығандығын. Оны мен алдыңғы видеомда YouTube'да айтып өткен болатын. Оны мына жерден көрсеңіздер болады. Жалпы қазіргі таңда криптовалютаның келіп жатқанына 10-12 жыл ғана болды. Соған қарамастан бұл қарқынды даму барысында 2020 жылы, яғни биыл ғана биткоинді Америка Құрама Штаттары официалды түрде ақша деп айтты. Яғни мойындады, заң шықты, бұл биткоин ақша. Америка Құрама Штаттары, Европа, Қытай, Ресей сияқты мықты мемлекеттер өздерінің мемлекетінің стейблкоин дейді, яғни өздерінің цифрлық валюта, яғни криптовалюталарын жасап шығаруға деген қазіргі таңда шаралар жасап, сол нәрселер талқылану барысында. Менің ойымша ерте ме кеш пе криптовалюта біздің өмірімізге кіреді. Жаймендеп кіріп жатыр. Бірақ бұл қашан болады, нақты болады, болмайды, оны ешкім білмейді. Бірақ мен криптовалютадан өзім өте үлкен болашақ көріп тұрмын. Енді криптовалюталардың мыңдаған түрі бар дедік, оның әрбір түрі жайында, олардың өсіп түсуі арқылы түрлі табыс табуға болады. Жаңа криптовалютаны сатып алып қойып та табыс табуға болады. Яғни криптовалюта арқылы табыс табуға болатын тәсілдер өте көп, өйткені жаңа ниша, жаңа бағыт. Ал бұл жайында келесі видеоларымда айтатын боламын. Сіздермен бірге болған бүгін мен Мақсат Тілеухан. Егер видео пайдалы болатын болса, егер видео ұнаған болатын болса, лайк қойыңыздар. Егер түсініксіз жерлері болатын болса, немесе видеода мына жерлерді түсінбей қалдық десеңіздер, комментарийға жазсаңыздар, мен міндетті түрде сіздерге жауап беретін боламын. Жетістік алаңында кездескенше сау болыңыздар.